Баршаңызға сәлем, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге өте оңай әрі тез дайындалатын наггетсінің рецептін ұсынатын боламын. Бізге қажетті тауықтың еті, мен төс етін пайдаландым. Сүйегінен арылтып, төртбұрыштылап кесіп алдым. Сіздер қалауларыңызша ұзынша қып та кесулеріңізге болады. Видеоны соңына дейін қарап, менің видеом ұнап жатса, лайктарыңызды басып, комментарияларыңызды жаза отырыңыздар. Туралған етімізді шұңғыл ыдысқа салып, татымына қарай тұзы мен бұрышын қосып, әбден араластырамыз. Араластырып, 1 жарты сағатқа тұзы сіңгенше қойып қоямыз. Қалауларыңызша басқа да дәмдеуіштер қолдануға болады. Ендігі кезекте 2 тарелке алып, біреуіне жұмыртқамызды жарамыз. Кішкене үстіне шым-шым тұз салып, айбатлап араластырамыз. Массамыз біртекті болу керек. Жұмыртқамыз әбден араласу қажет. Мінеки дайын болды. Енді 2-ші тарелкемізге менде дүкеннен алынған тауықтың етіне арналған ұнтақ, панировочный сухари. Сіздер енді кез келген панировочный сухариді алуға болады, әйтпесе қолдан нанның сухаринан да жасап алуға болады. Енді алдын ала тұзы сүнген тауығымыздың етін бірінші жұмыртқамызға салып, екіншіден жаңағы ұнтағымызға аунатып, қызып тұрған майымызға алма-кезек араластыра отырып, аудара отырып, қызартып, пісіріп аламыз. Егер сіз ПП-да жүрсеңіз, дәл осы рецептпенен тек қана пешке пісіріп алуға да болады, ешқандай майсыз. Майға қуырмай-ақ пешке. Мінеки өйстіп қызарғанша пісіреміз. Осымен біздің наггетсыларымыз дайын. Ұсынуларыңызға болады дастарханға. Үлкенге болсын, кішіге болсын, ұнайтынына сенімдімін. Видеоны толық қарағандарыңызға рахмет. Әлі де талай дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған арайлым ас болсын.